мақсат қойды, нишқа түсем деп өзіне. Мен ондай талқыламын да, сен демейді ештеңе. Онлайн оқи алмайды дейтін балаларға, ата-аналарға не деп айтасың? Атысатын ойын ба соны. Оқушылар емес, өзіне мотивация алып десем болады, өте керемет. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта стадилайнмен дайындалып, нишқа түскен оқушымыз Нұрдәулет және анасы Әсел ханым. Ал енді жақынырақ танысып отырайық. Аты жөндеріңіз, қай жерден келдіңіздер? Біз Қарасай ауданы Ұлан ауылының тұрғындары боламыз. Осы стадилайн орталығын инстаграмнан мен байқап қалдым. Прямой эфирге кіріп, маған өте ұнады, себебі бізде мүмкіндік болған жоқ қалаға апаруға, сондықтан сол онлайн курсты біз таңдадық. Ұлыма басында бір апта көрсеттім, логин паролін бәрін беріп көрсетіп, бір аптада қадағаладым, ары қарай өзі алып кетті. Тамыз айынан бастап дайындалды. Сол. Ал Нұрдәулет, өзің қай мектепті бітірдің? Ұлан орта мектебін бітірдім. Бірінші және 6 сыныпқа дейін мен 5-ке оқығам сол мектепте. Достарым көп болды. Өзіміздің Алматы қаласына Қарасай ауданындағы Ұлан, қай нишқа түсдің? Физика, математика. Физика, ФМН, керемет. Нишпен қатар билға да түстің, Түстім. Өте керемет көрсеткіш. Түсінікті, жалпы мынау бізде подкаст интервью ретінде болып жатқан бірінші видеомыз. Жалпы алдағы уақыттарда да біз осындай видеоны түсіреміз деген ойдамыз, өзіміздің стадилайннан түскен оқушылармен бірге отырып. Жақсы. Енді Нұрдәулет, дайындық туралы айтсаң, дайындыққа күніне қанша уақыт жұмсадың, арнайы дайындықта қандай бөлімі өзіңе ұнады? Сол туралы айта кетсең? Мен дайындыққа 1 сағатқа жұмсаған, немесе одан да көбірек жұмсадым. Маған көбінесе жаратылыстану мен орыс тілі ұнады. Жаратылыстану мен орыс тілі ұнады, Платформадағы бүткіл сабақтарды оқыдың, Бүткіл сабағын оқыдым, психологиядан басқа. Өте керемет. Бізде платформадағы сабақтардан бөлек оны қадағалап отыратын кураторларымыз бар, Кураторлармен жұмысың қалай болды? Жақсы, ол кураторлар маған түсіндіретін еді, сондай. Мен керек сұрақтарды жауап беретін еді, бірақ 30 минуттан кейін, кей кезде 10 минуттан кейін, ары кетсе 2 сағаттан кейін жауап беретін еді, кей кезде. Бірақ жауабыңды толық ала алдың, толық алдым. Қандай сұрақ қоясың, сол сұраққа жауапты точно ала алдың, Өте керемет. Дайындықты ұсынған сіз, Инстаграмнан көріп қалдым дедіңіз, Өте жақсы. Бізде жалпы жағдайлар өте көп, Алматы қаласы болсын, Астана қаласы болсын, Шымкент қаласы болсын, мегаполистарда қаланың сырт жағында тұратын ата-аналар көп хабарласады, шын мәнінде. Бірақ ол ата-аналар айтады, біз дайындықты табамыз дейді, ай өтеді, күн өтеді, сөйтіп уақытты, дайындықты кеш қалдырады. Сіздер қашаннан бастадыңыздар, қанша уақыт дайындалдыңыздар жалпы? Тамыз айынан бастадық, сол қаңтарға дейін. 5 ай, 6 ай, сабақтардан 5 пәннен дайындалдың және 0-ден басталатын ағылшын тілі болды, Өзіңе қай пән қаттырақ ұнады? Қай пән жақсы көріп оқыдың деп айта аласың? Орыс тілі. Орыс тілі, Мектепте орыс тілін қалай еді өзің? 5 бәрі қапайлармен орыс тілден ұнатады, молодец дейді сол. Молодец. Сізге сұрақ, Әсел ханым, балаңыз өзі қалай дайындалды? Басынан үміттендіңіз бе, немесе сенімді болдыңыз ба балаңызға? Басында мен оған ол мақсат қойды, нишқа түсем деп өзіне жазып қойды парағына. Күнде дайындалып отырды, күнде сол нелерін қарап, платформада видеоларын қарап, содан кейін тесттерді орындап, мен де қадағалап тұрдым арасында, бірақ сендім ұлыма. Керемет, өте жақсы. Нұрдәулет, күніне өзің айтшы, жобамен қанша уақыт құрттың және дайындық қиын болды ма? Жоқ, дайындық қиын болмады, бірақ математика қиын болды, мен түсінбеймін. Ағай, бірдеңке айтады, жазады, мен түсінбей қалам. Математика тестіне көп уақыт кететін еді. Математиканың тестіне, Ал астында қатемен жұмыс сабақтарын орындап отырдың ба? Жайық ағайдың видеосын. Астында іздейтін едім, түсінбей қалған есепті сразу қарай салатын. Сразу қарай салатын. Жауабын бас. Жақсы. Енді нишқа түсу жолында емтихан тапсырдың, КТЛ-ға да емтихан тапсырдың. Сол емтиханға барған кезде 28 күні таң артең ФМН-ге барып өзің тапсырдың. Сіз де болдыңыз ба бірге? Қасымда. Сол кезде қандай эмоцияда болдың емтиханның алдында және екінші күні қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілдерін тапсырып шыққанда 29 күні
шыққаннан кейінгі эмоцияң сол туралы бөлісе мен кетсең. ништі көргенде қатты қуандым, әдемі деп ішінде көргенде қуанып жаттым. Біздің аудиториямыз зимний садқа кіргеннен кейін 2 сағат күтіп, ішім пісіп кеткен, ұйықтап қалам, кей кезде тұрам, бір орындықта отырып, ештеңке істемей, содан кейін апай, міне 10 минут қалды, қазір мен сендерге бір видео қосып берем. Қалайды? Бірдеңке көрсететін, қалай тапсыру керектігін, бірақ мен қарағым келмеді жоны, стадилайнда бұның бәрін айтып қойған уже ең басында. Иә. Яғни айтқың келетін сонда стадилайнда уже мен дайын болып бардым деп тұрсың ғой. Иә. Өте керемет. Сіз қандай сезімде болдыңыз? Барас, шу, адам көп, барлығы бала шағасымен, иә? Сол туралы өзіңіз. Басында бізге түсіндірген болатын, регистрация 7:30-нан басталады, ертерек келіңіздер деп. Сөйтіп біз алыста тұрғаннан кейін 6:30-да шығып, 7:30-да кірдік. Ол кезде ораза айы еді. Өзі Нұрдәулет ораза ұстаған сол кезде, аузы берік болған. Соған айтқан, мүмкін аузыңды ашасың ба? Жоқ, мама, шыдайым, 2 күн сөйтіп жүрдік. Соны 12-де күтіп алдық оны. Қалай болды? Иә, жақсы, сол дайындалған есептерім келді деп айтқан. Екіншіде күні сол кейбір дайындалған ұқсас сұрақтар келді. Соған сенімді болдық. Бірақ басында сол ништің нелері шыққанда басында сенбей тұрдым, бірақ қарасам 94-ші орында 1257 балл жинағанда өзім қатты қуандық отбасымен бірге. Иә. Жауабын 40 күн күту қалай екен? Майда шықты жауаптарыңыз, 7 майда. Иә. Содан кейін статусқа қойғаннан кейін, ұлым түсті дегеннен кейін көп көршілер, сол Уландағы таныстарым қалай дайындық болды, қалай дайындалдыңыз дегенде, сол осылай стадилайн орталығымен дайындалдық деп айтқан. Онлайнда дайындалуға бола ма деп көбісі білмейді екен. Содан кейін сол парақшаларыңызды бәрін бердім басқа кісілерге. Осылай қалған оқушылар, 5-ші сыныпта оқитын оқушылар осылай дайындалсын деп, ертерек бастасын деп сол мәлімет бердім менде. Көп ата-аналар сұрады менен, қалай дайындалдыңыздар деп. Иә, дайындыққа келетін болсақ, мына август айында бастадық деп жатсыздар, иә? Мысалы, шілде немесе июль, даже 4-ші класстан бастап дайындалғанда қандай нәтиже аламын деп ойлайсың? Да, немесе кішкентай себебі мен ондай жалқаумын да, істегім келмейді ештеңе. Бір ғана төсекте жатып демалғым келеді көбінесе. Ата-аналарға хабарласып айтамыз ғой, біз ақпарат берген кезде, сөз айтады да, біздің бала жалқау оқымайды деп айтады. Ой, онлайнда тем более оқымайды, ол офлайн оқымайтын бала дейді да. Вот сіздерде де сондай случай бар, кішкене ұқсастық, иә? Сондай ата-аналарға қандай бір кеңес беретін едіңіз, өзіңіз айтыңызшы, ата-ана тарапынан? Ең бірінші балаларға мотивация беру керек. Бәрі қолынан келеді деп айту керек. Өзіне байланысты деп айту керек. Еңбектенсең, жетесің өзің қалаған мақсатына деп. Мен өзім де басында Нұрдәулетке айттым. Қалада оқығың келе ма, өзі апкең сияқты. Сондықтан еңбектен, мен саған осындай курс алдым, сондықтан соны құр босқа қылмай, күнде дайындал деп, өзіне байланысты деп нету керек, баланы қолдау керек. Яғни баланың ынтасын ашу бірінші очередте, иә? Иә, мына мұғалімдер де айтады ғой, өзім мұғалім болып жұмыс жасаймын арасында. Сол кезде мына педагогтардың айтатыны, оқымайтын бала жоқ. Әр бала оқи алады, яғни кішкене жалқаулығы бар деп айтады. Осы моментте де айтқымыз келетіні сол, баланың жалқаулығына қарамай, курсты алып берген кезде ынтасын ашу бірінші. Жақсы, өте керемет. Өздеріңіздің таныстарыңыз осы нишқа тапсырған тағы да болды ма? Болды, қасында 2 досы болды, бірақ олар түспей қалды. Себебі басында мен сіздерге айттым, осылай біз курс алып жатырмыз, бізбен бірге алыңыздар. Ой, ол онлайн болмайды, біздікілер оқымайды деп, енді көріңіз деп неткем, бірақ нетпеді олар. Қаңтарда бірақ Нұрдәулетпен бастаған еді, бірақ түспей қалды, сол уақыт аз болды. Дайындық аз болды, иә? Дайындық аз болды. Сондықтан барлықтарына айтатын, ертерек бастау керек, 5-ші сыныптан бастау керек. Өте жақсы. Иә, мына дайындықтан бөлек бала мектептегі сабақтарына үлесі тиді ма? Дайындықтың, Нұрдәулет, өзің айтсаң. Дайындықта тақырыптар өтесің, иә? Әртүрлі тақырыптар бар, сабақтарын өтесің. Жазда бастадың. Мектептегі программаларға кейбіреу ұқсас емес. Форматы кішкене басқаша. Мектептегі сабағыңа көмектесті ма осылар? Математиканың кейбіреулері көмектесті, бірақтан осы тестте мен тек қана осы мектептегі сабақтан түсінген математиканы. Орыс тілі, барлық тілдер маған жеңіл келген. Жаратылыстану осы курс қатты көмектескен маған. Жаратылыстану, иә? Яғни мектепте
Бұндай форматта дайындық жоқ жаратылсын иә. Иә. Мектепте өзіміз де мектепте оқушы болдық, жақсы оқыдық. Сол түсінбеймін кейбір тақырыптарды. Иә, ол әр мектепте болатын жағдай шын мәнінде. Мұғалім келмей қалады, немесе бала сабақты қалдырып қояды, арасында пробелдар болады. Сонымен қатар бала дайындалған кезде вот осы жерде сол дайындықтың үлесі қандай болып отыр, баланың өзі айтып отыр. Жалпы мына жаратылыстанудан басқа қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілдерінде текст болды, Иә, 20 сұрақ, 20-сы да текст болды. Иә. Аха, мына ағылшын тілінен және орыс тілінен ондай текстпен жұмыс жасап беріңдер мектепте. Ағылшын тіліне барлық тілді істейтін еді, бірақ қазақ тілімен істемейміз ондай текстпен жұмыс. Мәтінмен жұмыс мектепте болған жоқ. Жай сұрақтар қоя саламыз, сол мәтінге байланысты. Аха. Вот емтиханда грамматикадан, ережелерден мектеп программасының сұрақтар келді ма? Шақтармен, Жоқ, ондай келмеді. ондай келген жоқ, иә? Хорошо. Ондай келмеді. Иә, өте жақсы. Мына 40 күн жауабын күттіңіздер, қобалжыңыздар, түседі, түспейді, өте үлкен уайым шынымен, иә? Ата-аналар бізге хабарласып жатады, қалай болды екен, не болды екен, қандай случай болған. Дархан бір таныс болса, арасында бір ақша беріп, бүйтіп бір кіргізіп жіберейікші, қазақбайшылық бар шығар дейді да. Вот, сол қобалжу кезінде бағана туысқандарыңызды сұраған шығар, түсті ма, түспеді ма деп. Вот түскеннен кейін туысқандарыңыздың, өзіңіздердің, жақындарыңыздың ойлары қалай болды? Өте қатты қуанышты, иә? Иә, басында мен де ойладым, сондай бір коррупция бар ма, не деп сенбедім. Бірақ сол менің балам түскенде өзім қуанышты шек болған жоқ. Келесі күні сразу анандай құрбан шалдық, туысқандарымызды шақырдық, құдай тамақ бердік үйде. Қабыл болсын, керемет. Өте қуаныштымыз сол отбасымен. Ең бастысы апасына звондадық. Менің балам Нұрдәулет Нишқа түсті деп сол WhatsApp-қа желісіне жазғанбыз, чатқа. Сол кезде апасы қуанып, ол сенің балаң емес, ол менің балам, мен оны қарадым деп, өзім өсірдім деп барлықтары қуанды. Сол оқушылар да, достарым да, апайлары да қуанып, өте барлық сол оқушыларға жұғысты болсын деп тіледік бәріміз. Вот ата-ана тарапынан, бізде шынымен көптеген ата-аналар хабарласып жатады, сұрап жатады. Біз барынша ақпарат береміз. Сопровождение болған шығар, сіздерге? Ақпараттар жетті ма? Документ тапсырасыздар деп. Бізге бір кісі куратор сол ништердің тесттерін берді, ұқсас. Осы келу мүмкін, осымен дайындалдық. Мен сол распечаткадан шығарып оған бердім. Сол тесттер көмектесті ме саған? Өте Ұқсас болды ма? Ұқсастар болды. Бізде еще сопровождение бар, бағана емтихан кезінде, емтиханның алдында документация қалай жинайсыздар? Қайда барсыздар? Бәрін әрқашан менімен байланыста болды, ұлым емес, осындай алдын ала 1-2 апта бұрын осы ништің несі басталды, документация, соны тапсырыңыз, сосын билдікі деп сөйтіп келеді, осындай документтер тапсырасыз, ұмытып кетпеңіз деп ақпаратта болды. Өте жақсы, иә. Бізде бір чат бар, сол стадилайн чатына әлі отырмын сол жерде. Админдері сол хабарласып тұрады. Ақпарат берілді толығымен. Берілді, толығымен ақпарат берілді. Өте ризамыз, рахмет стадилайн орталығына. Иә, бізде андай жағдай болды, просто бұрыннан бері ол опытпен келеді дейді ғой. Кейде басқа орталықтармен де дайындалатын балалар бар бізде. Бір орталықпен және екі орталықпен, үш орталықпен дайындалатындар бар. И сөз айтады, бізге бұл ақпараттарды ешкім бермейді дейді. Яғни басқа орталықтарда сопровождение жоқ екен. Документ қалай тапсырады, немесе емтихан кіретін кезде қандай қалам алып кіру керек, бала қалай дайындалу керек деген ақпараттар бермейді да. Кейбір ата-аналар даже документ тапсырмай қалады. Яғни бала дайындалады и емтиханға бара алмай қалады. Вот обидно да сол. Вот ата-ана тарапынан өзіңіз, бізде де ата-аналар өте көп қарайды, Инстаграм желісі болсын, басқа да ақпарат көздерінен қарап отырады. Сол ата-аналарға қандай кеңес беретін едіңіз? Міне қазіргі баласы 5-ші сынып немесе 4-ші сынып оқып жатқан ата-аналарға қандай кеңес беретін едіңіз өзіңіз бір? Ең бірінші сол орталықты тапсаңыз болады, алдын ала, сізге ұнайтын, мысалы мен ұлымды стадилайнға беріп жатырмын, соны көрсеңіз болады. Егер мүмкіндігіңіз жоқ баланы офлайнға апаруға, сол онлайнда курс көп көмек тиеді. Документті сол алдын ала жинау керек, бәрін анықтап, уақытын бәрін сол бір жерге мен жазып қоямын, мысалы ништікі осындай күні өзіме өз алдымда, көз алдымда тұрсын деп, билдікі осындай уақытта деп, сол РФМШ-ға да біз бардық, соның бәрін жазып, күнде сөйтіп балаға сол қадағалау керек. Документация. Онлайнда білім жоқ дейтін ата-аналарға, онлайн оқи алмайды дейтін балаларға, ата-аналарға не деп айтасыз? Онлайнда білім бар, ең басты сенімділік болу керек, балаға мотивация беру керек. Балаға ең бірінші балаға байланысты ғой.
уақыт ойынға жібергенше сол уақытты мысалы сабақтан тыс сол онлайн қазір барлығы онлайн форматта болып жүр ғой. Иә, дұрыс Барлығы айтасыз. қазір оқу барлық жағынан онлайн дамып жатыр көбінесе. Зато бір жағынан уақытыңыз кетпейді, жолға да кетпейді. Шын интернет болса, желісі болды, үйде дайындала бересіз. Соткамен де, ноутбукпен де дайындалуға болады. Өте жақсы. Нұрдәулет, мына НИШТың емтиханының жауабы шықты, одан кейін 12 мамыр күні емтихан биыл болды, иә? Биылға барып емтихан тапсырып шықтым, 60 сұрақ болды, иә? 60 сұрақ. Сол кезде қандай сезімде болдың? КТЛ-дың емтиханына кіріп жатсың, шыққаннан кейін жауабы 29 айтылды ма? 25 айтылды. 25 па? 25 айтылды, иә. Вот сенде НИШТың жауабы бар, түсіп қойдың, КТЛ-дың жауабын күтіп жатсың. Жауап шықты, биылға түстің дейді. Сол кезде сезім қандай болды сенде? Өте қуандым, себебі өзім жақсы сезгенімді біліп тұрдым да, мен түсем бәрібір НИШқа түстім, сонда мен бәрібір неге түсе салам деп. Бір досымның ағасы сөйтіп болды, РФМШ өте қиын деген оның ағасы. Бірақ анау НИШпен биылға түсіпті. Мен биылға келгенде біз көп уақыт далада тұрдық, аудиторияның толық жиналғанын кіргеннен кейін мен ұйықтап қалдым, тұрдым да, аға бізді үйреткен не істеу керектігін, қалай болады, біз анау парақшаны толтырғанбыз, атымызды жазып. Содан кейін тест басталғанда мен уайымсыз барлығын шығарып тастадым. Мен сезіп тұрдым да, бәрі түспей қалсам да НИШ бар ғой деп. Қайсысы өзіңе қиындау болды, қайсысы жеңіл болды деп айта аласың? НИШ па, КТЛ-дікі ма? НИШ қиындырақ болды деп ойлаймын. НИШ-тікі қиындырақ болды деп ойлайсың, иә? Өте жақсы. Енді қара, өзің дайындықты өттің, басынан өткердің оны, қарадың сабақтарын, иә? Құдайға шүкір, түсіп отырсың. И то бұл түсіп отырсың деген сөз Алматы қаласынан, ол оңай дүние емес. 2000 сіздердің ФМН-дағы НИШ мектебіне 1800 бала тапсырған. Қалқамандағы НИШқа 2400. Общий Алматыда 4200 бала емтихан тапсырып, соның 288 ғана түсті. 288. И сен соның бірісің. Яғни уже 288 чемпион бар, сен бір чемпионсың. Былайша айтқанда. Вот қазіргі бізде стадионмен дайындалып жатқан балаларға, жалпы НИШқа түсем деп, қазір 5-ші класстан, 4-ші класстан балалар дайындықты бастап отыр. Соларға қандай кеңес бересің? Өзің бір жылы лебізің бар ма? Өзіне кейінге келе жатқан болуыңға? Мұнда білмеймін. Дайындалыңдар, ойнамаңдар десем де болады. Көп балалар далаға шығып кетеді, ұлдарына. Қыздар өз туысқандарым бар, WhatsApp-па сонда мен сөйлесіп кетеді, басқа қыздармен сөйлесіп, ойын ойнайды. Мен класстастарым көбісі ойын ойнайды, бір ойын. Атысатын ойын ба, соны. Мен онша ойнамаймын сондай ойынды. Және де сендер көп барлық күшіңді сол оқуға салыңдар. Омен қоса бір спортпен ба, хоббимен айналысыңдар. Сіздерге өте қатты көмектеседі. Мен күреспе айналысқан, солмағанды көмектескен еді НИШқа түсуге. Мына сөзден оқушылар емес, өзінде мотивация алдым десем болады, өте керемет. Жалпы мына Нұрдәулет Стадилайн платформасына кірдің, өзің логин паролің берілді, сабақтарың ашыла бастады. Сол сабақтарды ашып, үйде телефонмен оқыдың, иә? Телефон. Телефонмен оққан кезде қалай ыңғайлы болды саған? Вот мектепке барасың, сабағыңды орындайсың, үй тапсырмасы бар. И осы Стадилайнды қай кезде оқыдың және қалай оқыдың, соны айтсаң? Стадилайнда мен сабаққа дейін оқығанмын барлығын, ал содан кейін мектепте маған қалайды? Удобно болды. Удобно болды ма? Зуммен де маған жақсырақ болды, удобно. Онлайн түсінбей қалым ішінде не видеоны қайтадан қарап шығам, түсінбей қалым, қайтадан қарайым, түсінбей қалым, керек жерлерді қарайым, түсінбей жатам. Ағылшында да сөйтіп түсінбеген. Ағылшында, иә? Мына видео сабақтардың барлығы сақталып тұрады. Мына август айында оқыған сабақтарында декабрь айларында ұмытып қалған жағдай болды ма? Және сен оны қайталадың ба сабақтарында? Ұмытып қалған жағдай болды, бірақ та мен қайталамадым. Өзің қайталамадың, иә? Бірақ ондай мүмкіндік болды. Иә. Сабақ біткеннен кейін сенде міндетті түрде практикалық тесттер ашылды. Иә. Орындадың ба барлығын? Мен біреуін ғана орындадым. Біреуін ғана орындадың? Ол математика мен тілдер, жаратылыстанусын орындамадым.
онша практикалық тесттер менде басқа практикалық тесттер болды. Тура көз алдымда бумага және досымда да биыл кітапшасы болған, есептерін соның бәрін шығарып тастағанбыз. Сол маған онлайн онша интернетпен қалай ыңғайсыз. Тест орындау ыңғайсыз. Иә. Бірақ сабақтарын орындай бердің. Иә. Аха. Мына куратормен кері байланыста өзің қиналған сұрақтарыңның жауабын куратор бере алды ма? Иә, бере алып, бірақ ең басында мен осы барлық сабақты бір күнде 5 сабақты бітірген, тағы да психологияны қарап шыққан бір сабағын практикалық тест істеймін десем, математикада бір А, Б деген түс кетеді, мен түсінбей қаламын, куратордан сұраймын, сосын маған бүйтіп жазады, оны сен қазір орындамайсың, сен бірінші барлық сабақтарды бітіріп болғаннан кейін сол нелер орындасам болады. түсіндіреді. Иә, ол жақта былай. Бірінші қойды. Иә, бала сабағын өтеді, 70% тесттен асыру керек, сосын барып екінші сабақ ашылады. Ол потому что бала аттап кетіп қалмас Ол үшін. басында түспей тест ашқан ғой, мам мен оны өткен жоқпын дейді. Сосын кураторға хабарластық, ол куратор түсіндірді, бірінші сол бәрін өтесіздер, теорияны өткеннен кейін сосын ғана тесттерге көшесіздер деп бізге былай түсіндірген. Иә, жақсы. Балаңыз тұрғышта өзі телефон шұқылап жатқан кезде қалай ойладың соны, дайындалып жатқан кезін көрген кезде? Сендім өзі, иә, сол арасында айтқам, ноутбукпен де істесең саған былай бәрі көрінетін ете жоқ, соткамен ыңғайлы деп, сол соткамен дайындалған. Соткамен ыңғайлы, иә? Бізде өте көп сұрақ бар. Балаға ноутбук, компьютер керек па дегенші. Біз айтамыз, жоқ, біздегі дайындалып жатқан балалардың 85%-ы телефонмен ғана оқиды. Телефонмен, иә. Оған телефонмен ыңғайлы болды. Бірақ мен өзім сол ноутбукпен. Мына пәндерге дәптер арнап, конспект жазып отырдың ба? Иә, арнадым сол. Арнадың, иә? Бір дәптерді мен сізге айтқанның барлығын жай көшіре салғам, толық Басында, иә? Сол бір дәптер жаратылыстану бітіп кеткен, ағылшын мен 156 беттік па сондайды алғам, сол үшін ол бітпеді. Тағы да беттер жазып отырғаным, қай бетте мен қай тақырып туралы жазылып тұрғанын, соны жазып отырғанмын, сол неге. Әр сабақтан дәптер арнады. Соны мен де қадағалап тұрдым, жазып тұрасың, сол кураторға суретке түсіріп жіберетін, осындай мен конспект жаздым деп. Өте жақсы. Яғни бүткіл пәннен дәптерің болды арнайы. Вот енді оқып жатқан балаларға қалай айтасың? Дайындалудың формуласын айтып берсең. Сабақты ашасың, куратор жазған қай сабақты, сол сабақты орындайсың, себебі сол кезде ашылады, мысалы жазылады 26.02.24 дегендей, сол күні сол сабақ ашылады. Соған басасың, конспектейсің, бірінші видеоның барлығын қарап аласың, содан кейін түсінген затты конспектейсің, түсінбей қалған затты қайтадан қарайсың, содан кейін тесттерді орындайсың. Тесттерді орындап болған соң қатемен жұмысты орындау керексің. Себебі сол қателікпен жұмыс істемесең, онда өзің есепті тапсырманы түсінбей қаласың. Есінде қалмайды әйтпесе. Иә. Әрдайым айтатын, қатемен жұмыс жаса, қай жерінде қате кетті, соны бір жерге түртіп жазып ал деп айтатын. Өте жақсы. Яғни бағана айтылып жатқан қатемен жұмыс, ол бізде мына математика сабағында Олжас ағайдың сабағы тұрады. Сол сабақтың астында тест болады. Сол тесттен кейін қатемен жұмыс сабағы ашылады, иә? Сол қатемен жұмыста бағана 15 сұрақ келді ма, 15-іне талдау. Жайық ағайдың сабақтары, иә? Жайға отырады, барлығын жазбаша түрде көрсетеді. Яғни ол бізде ата-аналар көп айтады. Шынымен қарасаңыз, математика өте ауыр пән ғой. Математикадан былай бала түсінбейді, есептер шығара алмайды, мектеп кезінде бастауыштан пробелдар көп қалып қалған. Яғни ол неліктен? Потому что баламен жеке жұмыс жасалынбаған, немесе пробелдарын аттап өтіп кетеді. Яғни мектеп программасындағы үлкен бір маған ұнамайтын дүние деп айтайыншы. Бала көп, Қазақстанда өте бала көп, мектеп саны аз шынымен. Бір класста 25, класста қанша бала бар сендерде? 25 бала. Вот 25 бала. Берілетін 40 минут. 25 бала 40 минут мұғалім. Шыны керек, әрқайсысын жеке-жеке отыра алмайды. Ең соңында айтатыны қалай? Барлығына берілетін білім бірдей, бірақ қабылдау әртүрлі дейді. Және де одан бөлек әр бала жеке индивидуальный подход жоқ. Бала қалып қала ма, сабақтан қалып қала ма, немесе мұғалім қалып қала ма, ол пробелдар жалмайды, тақырыппен кете береді. Ал мына жақта ыңғайлысы өзің тоқтап қалған жерден жалғастыра бересің, иә? Болды ма сенде мынандай моменттер? Вот бір-екі апта демей қойын енді, хотя бы 2-3 күн оқымай қалдың, бірақ келесі аптада соны қайталап екінші сабақтармен жалғастырып кеттің. Иә, болатын. Болатын, иә ондай? Көп болды ма?
көп болды. Көп болды, иә? айтпаған маған. Айтпаған дейсіз. Иә, қаншама секреттер ашылып отыр. Бірақ анау мектепте математика сабағынан айтады, мама, мен уже мынау стадилайнда оқып тастадым, мынау тақырыптарды уже маған қызықсыз, бәрін білем, алдын ала уже бәрін біліп отырады, есептердің бәрін. Өте Өйткені жақсы. тамыздан бастап дайындалды ғой, олар қыркүйекте келгенде ол бәрін өтіп тастаған Нұрдәулет. Сол қиналмай, оған сол көп не пайдасы тиді. Өте жақсы, иә. 1257 Жеті. бол, иә? Өте жақсы көрсеткіш. Көбінесе мен соны былай өзім салыстырдым, қай сабақтан көп жинады. Сол математика, жаратылыстану, логика, орыс тілден көп, ағылшыннан жинапты. Қазақ тілден ғана аз жинады. Басқа сабақтардың балдары көп болды. Сол Көп болды, ништің, иә. Өте өзім жақсы. санағанда. Былай, стадилайн сіз дайындалған кезде қандай результат болады деп ойлайсыздар өздеріңіз? Керемет результат болады. Жоқ, стадилайн болмаса, яғни болмаса. дайындалмасаңыздар осы дайындықпен Ой, қалай болатын деп ойлайсыздар? егер стадилайн болмаса, мүмкін түспей қалатын едік деп ойлаймын. Мүмкін түспей қалатын, иә? Өйткені пайдасы көп тиді. Сол тесттері қалай, формуласы қалай, тесттерді таңдау бәрін түсіндірген болатын ағайлары. Иә. Өзінің нелері бар ғой, сандық сипаттама, математика өзі бөлінеді ғой екіге. Соны тесттерді қалай таңдау керек, сол ағайлары түсіндірген болатын. Өзім түсінбесем де ол түсініп алған ұлым. Иә. Нұрдәулет, сен мектепте үздік оқисың, иә? Иә. Барлық сабағың үздік. Вот үздік оқып и дайындық. Вот үздік оқып жүрсің, андай отличник синдром деген нәрсе болады. Жалпы мен жақсы білемін, мен мықтымын деген сияқты. Өзің класста и таки мықтысың ғой сен. И ойлайсың, мен ол емтиханды тапсырамын деп ойлайсың. Вот дайындықсыз барсаң, қалай жинайтын едім деп ойлайсың? 1000 балл, жоқ, 1000 балл емес, 600 балл жинайтын едім. 600 Мен досым үздік, бірақ ол түспей қалды. Дайындалды. Бірге тапсырдыңдар, иә? Иә, бірге тапсырдық. Сен дайындалдың, ол дайындалмады. Стадилайнда дайындалмады. Ол маған көп рет айтып жүрген, мен сенімен бірге стадилайнда дайындалсам, мен нишқа түсіп кететін едім, биллға түсіп кететін едім деп. Иә, соны өкініп жатыр да. Басында айтты мамасына бірге дайындалсын деп. Сенбей нетпеді, енді өкініп. Яғни ол Ол да айтылды, бірге, иә, ескертілді даже, ескертілді. просто ата-анада кішкене күмән болды. күмән болды. Потом уже түскеннен кейін барып, Бәрі сол таң қалды ғой. иә, Қалайша деп. иә, жақсы. Бұл жақта бағанағы өзің досың мектептегі деңгейлерің бірдей. Иә, екеуің де отличниксіңдер. Иә. Ол да отличник, сен де 5-ке оқисың. Бірақ ол қанша балл жинады примерно? Есіңде бар ма? Жобамен. 600 ба, сондай жинаған еді. 600 жинады. 700-ге 8 балл жетпеген вроде. Иә, яғни мына біз айтамыз, что бала қаншалықты үздік болса да, мектеп программасын староста менің балам деп мақтанатын аталар бар. И біз айтамыз да, апай, бұл формат басқаша. Яғни мектептің форматы бөлек, ништің форматы бөлек деп айтамыз. И ой, менің балам бүткіл ана алтын сақаға қатысады, тағандай зерде деген сияқты нелер жарыстар бар екен, соларға қатысады. И сол қатысқаннан балам үздік алады, түсеміз дейді. И мен айтамын, шыны керек, ең үздік оқиды деген бала дайындықсыз 700 балдан асырамайды. Ал 700 балдан ешқандай нишқа түсе алмайсыздар депші. Вот наглядный пример сіздерде, иә? Бір бала стадилайнмен дайындалды, біреуі дайындалған жоқ, арнайы дайындықтан өтпеді. И біреуі 1250, екіншісі 600-700 балл жинады, екі есе көп. Яғни 50% мектептің программасы десек, 50% уже 50-ден астамы даже, иә? Ништің программасынан келеді. Енді былай, мектептің программасы келмеген сұрақтарды кездестірдің ғой, иә? Яғни мектепте өтпеген. Кейбір нелі түскен маған. Себебі мен мектеп программа біту үшін бізде не керек қой, мамырға дейін сабақтың бәрі бітеді. Мен тестті наурызда тапсырдым. Сол үшін кейін мен сол математика екінші бөлім бар ғой. Соның соңғы беттерін оқымаған, значит, сол жақта келген, солар мен түсінбей қалатын едім. Яғни 6-шы класстың сәуір айындағы, мамыр айындағы тақырыптарды келді. Негізі ол жақта еще 7-ші классында тақырыптар келген саған. Оны жетті өтесіңдер, иә. Яғни ниш форматы деген осылай мектептің программасы қалып келе жатады да, и балалар оны білмей қалады. И шыққан кезде шынайы өкініш ол былай, мен бұл сұрақтарды көрмедім, мен дайындалмадым деп айтады. Яғни соның алдын алып сіздер тамыз айында былайша айтқанда бала өмірінде ең күшті шешім қабылдағансыздар. Потом біздің мақсатымыз бағана балаларға ниш форматын түсіндіруден бөлек, мына емтиханда келетін сұрақтар бар ғой, максимально актуально жинаймыз. Яғни осы жылғы, алдыңғы жылғы базаны жинап, балаларға беруге тырысамыз. Почему? Потому что ол тесттің өзі өзгеріп отырады, мәндер өзгергенмен.
мысалы сен бағана практикалық тестті толық аяқтамадың дедің. Егер сен толық аяқтаған кезде, бізде Шымкентте оқушымыз бар, 1429 балл жинаған. Шымкент қаласы бойынша 2-ші орында тұр. Иә. Егер Алматы қаласында 1429 жинағанда 3-ші орында тұратын еді. Иә, мүмкін бар еді. Просто андай кішкене өзіміздің жалқаулық болды, бірақ соған қарамастан дайындықтан 1257 балл, 94-ші орын дедіңіз, иә? Яғни бұл жақта мақсат 1-ші орын, 2-ші орын болу емес, главное түсу. Иә, дальше ништа өзің сияқты балалармен оқитын боласың, үздіктердің қатарында оқитын боласың. Ол жақта берілетін мүмкіндіктер өте көп. Осы сентябрь айын қалай күтіп жатырсың қазір өзің Нұрдәулет айтшы. Өте қатты күтіп жатырмын. Шыдай алмай жатырмын ше. Жаңа мектепті қатты көргім келеді. Жаңа класстастарым, қандай не кружоктар бар, сол мен футболға барғым келеді ол жақта, бірақ мен білмеймін, бесплатно ма, ақша төлеу керек па. Досым сұраған инстаграмнан солардың 30 мың теңге сондай бір айына. Бір айына дей ма? Сосын шошып кеттім. Мен бармайтын сияқтымын ғой. Мен солай секретін бәрін айтып. Мына 28-29 емтихан тапсырылды, сосын 40 күнде ол тексеріледі. Мамырдың басында сіздерге жауап шықты. Жауап шыққаннан кейін мына нишқа ата-аналар, түскен ата-аналар шақырады. Иә, бардыңыздар ма? Не айтылды ол жақта? Қалай болды, соны айтсаңыз? Иә, маған хабарласып еді, ұялы телефонға. Нишқа бардым, директор өзі бізді күтіп алды, барлық ата-аналарды сол келісім шартқа қол қойдық. Себебі олар ертерек білу керек. Кейбір балалар мысалы басқа мектепті таңдаса, резервтен жоғары қарай көтереді басқа балалар. Сол келісім шартқа қол қойдық. Өте ұнады маған директорлері де. Сол интернатқа заявка бердік онлайн түрде. Сол алыс тұрғаннан кейін біз интернатта жататын болдық, онлайн форматта заявка бердік интернатқа. Қабылдандыңыздар ғой? Әлі жатақхананы қазір жауабы айтылмады. Жауабы әлі айтылмады, кеше ғана. Сіздерге бір кішігірім не айтайын. Интернет болатын болса, ол қалқамандағы интернетте жататын болады. Иә, сөйтіп автобуспен апарып алып келіп жүреді. Соны айтты. Иә, өте жақсы, керемет. Сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта ништің түлегі болып, ништің өзінің балаларының арасында жарыс болады. Гарвардқа көп бала түсе бермейді. Нұрдәулеттің Гарвардқа түсуіне шын жүректен тілектеспіз. Яғни белгілі бір азаматтардың қатарынан, халқына қызмет ететін тұлғалардың қатарынан болып тілектеспіз шын жүректен. Енді бірінші сіз ата-ана тарапынан, осы бізге түсіп жатқан, яғни хабарласып жатқан ата-аналарға қандай кеңес бересіз? Сол туралы бір екі ауыз сөз айтсаңыз. Барлық оқушыларға, ата-аналарға сәттілік тілеймін. Ең бастысы сену керек, қобалжымау керек, еңбектену керек. Алдына қойған мақсаттарға жету үшін көп еңбектену керек. Ең бастысы сену керек. Балаға сену керек. Сенім беру керек. Сол уайым қайғысыз түсесіздер деп ойлаймын. Нұрдәулет бағана айтып бастау керек. Ең бастысы көп ата-аналар қобалжу болады ғой, сол онлайн оқу, ол ешқандай бермейді нәтиже. Барлық ата-аналарға айтатын онлайн өте ыңғайлы. Біріншінде интернет болса, соткамен де дайындала береді бала. Сондықтан қорықпай беріңіз онлайн оқуға. Нұрдәулет басында сенбей, енді өзіміз көзіміз жетіп отыр. Барлықтарына сәттілік тілеймін. Ең бастысы еңбектену керек, жұмыс жасау керек. Нұрдәулет өзің сияқты дайындықты енді бастайын деп жатқан балалар бар. Олар мектепте, олар үздігі де бар, 4-ке оқитын да бар. Кейбір балаларда 1-2 сабақтардың 3-тері де болуы мүмкін. Яғни бағана өзің айтып отырсың ғой, арнайы стадиялайн дайындығымен және дайындықсыз өткен балалар. Ол сен үздіктердің қатарына айтып отырсың. Ал негізіне біз айтамыз, үздік оқитын бала дайындықсыз барады, үздік емес 4-ке оқитын бала дайындықпен барады. Қайсында шансы көп деп ойлайсың? 4-ке оқитын бала дайындық. 4-ке оқитын бала дайындықтан өтсе, ода шансы көп болады. Бес қана тақырып болады ғой. Үздіктер олар барлық сабақтарды оқиды. Қалай 4-ке оқитындар олар бір сабақтан 4-ке шығу мүмкін, немесе басқа бір бізде 11 сабақ па, сондай сабақ 7-еуінен 4-ке шығып, анау керекті орыс тілі, ағылшын тілі 5-ке шыққанда ол негізінде өте қатты 5 болса онда ол түсіп кете алады. Маңызды тақырыптардан. Бағанағы дайындықпен
андай осы арнайы дайындықты өткен ништің программасымен дайындықты өткен 4-ке оқитын бала бар, және екінші бала ол үздік, отличник. Я қайсында шанс көп? Вот дайындықпен дайындалған бала ма? Или дайындықсыз бара салған бала ма? Емтихандағы, емтихан сұрақтарына дегенім ғой. Вот қара. Біреу ударник, бірақ мысалы дайындалып жүр. Екіншісі отличник, бірақ дайындалмай жүр. Емтиханға кірді екеуі. Қайсында көп балл болады? 4-ке оқитын. Ударникте, арнайы дайындықпен дайындалатын. Керемет. Енді қара, сені мұнда біраз көрермен, оқушылар өзің сияқты. Өзінен 1 жас кіші, 2 жас кіші оқушылар қарап отыр. Вот сол балаларға қандай тілек айтасың, может, направление айтасың, дайындықпен дайындалыңдар, дайындалмаңдар деген сияқты. Өзің онлайн дайындықты бітірдің, түстің, вот өзінің жолыңды қалай қуалау керек, сол туралы опытыңмен бөлісіп, сәттілік тілеп жүрсің балаларға. Сендер мысалы 2025-2024 жылғы 10 мынандай бір бумагаға ала салыңдар, сол жаққа 10 мақсат жазып қойсаңдар, оны шын ынталмен оны орындасаңыздар, онда сіз ешқайда барлық жерлерге түсе аласыз, себебі сізде мақсат бар, цель бар, сіз бұған жеткізгіңіз келеді, сонда сіз жете аласыз. Және сендер тек сонымен шектелмей ғана өзіңіз дами беріңіз, сабақ оқып, немесе хоббимен айналысыңыз. Тағы да сендер бір курсқа жазылыңыз, нишқа түсу үшін сол курстар керек. Нұрдәулет, стадилайнды толығымен аяқтадың. Сен біздің мақтанышымызсың, шынымен де. Біз сенімен мақтанамыз. Вот осы дайындықпен дайындалып жатқан балаларға, немесе дайындықты бастайын деп жатқан балаларға қандай айтар ақылың бар? Дайындық көмектесті ма? Осы қаладан алыс тұрсаңда барып келу көп уақыт алады, және шашып келесіз. Сол үшін мысалы онлайн курстарға жазылыңыз. Маған ең жақсы онлайн курс ол стадилайн. Солай сіздер ешкім мазаламайды, өзіңіз жасай бересіз, телефонмен сайтқа кіре саласыз, кіріп сол жақта барлық сабақтарды орындап кетесіздер. Солай жақсы болады. Тағы да сіздер сол тестте қобалжымаңдар, бәрібір түспесеңіздер, түссеңіздер, ол сіз естелік болады, анау тоқтамау керектігі сол. Өте жақсы. Осымен біздің интервьюіміз, подкастымыз тамам. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз, сіздер тағы да құттықтаймыз. Осындай жоба дейміз ғой, жобамыз алға қарай дамы беретін болады. Құдай қаласа, осы алдағы уақыттарда өзіміздің Нұрдәулет сияқты чемпиондарымызбен және олардың ата-аналарымен бар мүмкіншілікше эмоциялармен бөлісіп, опытпен бөлісіп деген сияқты, басқа ата-аналарға қандай кеңес береміз, сол туралы ақпараттар алдағы уақытта шығатын болады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Барлықтарыңызға сау саламатта болыңыздар.